Амансыздар ма, құрметті оқырмандар? Каналыма қош келдіңіздер. Қазақ тіл каналының дамуына үлес қосып тіркеліп жатқан әрбір жанға алғысым шексіз. Шаңырақтарыңыз берекелі болсын. Кедей бай болсам дейді, бай құдай болсам дейді. Аз нәрсеге қуана білсеңіз, көп нәрсеге шүкіршілік етесіз. Қуана білгенге құт қонады, бағалай білгенге бақ қонады. Бас ақылдың ордасы, құлақ өтіріктің куәсі, көз шындықтың шырағы, мұрын дененің мұржасы. Аузың жақсы болса, берекенің арнасы, жаман болса, пәле жаланың дорбасы. Ата-анасының батасын алған бала еш уақытта жаман болмайды. Сүрінсе де сынбайды, құласа да қирамайды. Жамандыққа кекпен жауап қайтармаңыз. Әйтпесе, бұл істің соңы бітпейді. Жамандыққа жақсылық жасаңыз, керісінше оған қиын болады. Қала, қала, шу қала, әсем қала, гүл қала. Қалмады ғой бұл күнде, ешбір қызық өзіңде. Жалған ізет, жалған сөз, бірін-бірі алдайды. Жалған өмір, жалған күз, бар нәрсеге тоймайды. Біз өмір сүріп жатқан қоғам. Жақсылық естісе, жасырады. Жамандық естісе, таратады. Ештеңе естімесе, ойдан шығарады. Кейбір ұл қыздарымыздың ана тілімізді білмеуі, не шала білуі мен қатты қынжылтады. Бұған ең алдымен ата-ана кінәлі. Саған сенетіндерді, сені сыйлайтындармен және сенің қадіріңді білетіндерді ғана бағала. Солар ғана сені бағалай біледі. Басқаларға уақыт жоғалтпа. Өмір сен ойлағаннан да қысқа. Кісіге етпе жамандық, қайта соғар өзіңе. Құдығыңа түкірме, су ішерсің көзінен. Төмен жанды кемсітпе, не боларын білмессің. Іс түскенде басыңа, зар боларсың сөзіңе.